Сарайында жататын, шаршағанды басатын бұл сусынның қазақтар үшін маңызы зор. Шайға шақыру, шай үстінде, келін шай деген сияқты сөз тіркестерінен-ақ оның біздің өміріміздегі алатын орнын түсінесіздер. Десек те, бұл сусынның бір жаман зияны бар дейді ғалымдар. Баршаларыңызға сәлем достар, сіздердің көмектеріңіз керек болып тұр. Мен өзіме мақсат қойып едім, осы айдың соңына дейін 1000 подписчикке жеткіземін деп. Біздің каналда 87% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау түймені баса кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмаш ғана әрекетіңіз бізді қуантады. Алдын ала рахмет. Шай ішу дәстүрі ежелгі Қытай елінен бастау алады. Бір қызығы, аңыз бойынша желмен ұшып келген бірнеше шай жапырағы Қытай императоры үшін дайындалып жатқан ыдыстағы қайнаған суға түсіп кетеді екен. Сусын өзінің дәмімен және хош иісімен билеушіні қатты қызықтырады. Сол күннен бастап ол өзінің қол астындағыларға шай демдеп оны ішуді бұйырады. Бірақ та шайды көп тұтынған пайдасынан қарағанда зияны көбірек. Суыған шай у ішкенмен бірдей, немесе жылан шаққанмен бірдей екенін көпшілік біле бермес. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіз. Шай ішіп болғанда пиаламызда қалатын қара дақтар асқазанымызға түскенде не болатын білесіз бе? Шай ішу көп адамдардың шөлін қандырып, бас ауруын да емдейді. Алайда осы шай ішудің де ағзаға зияны көп. Шай ішкен кезде осы кеңестерге құлақ түссеңіздер жақсы болар еді. Шайды көп ішетін елдер арасында жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, адам басына шаққанда әр қазақ жылына 1-2 келі шай ішеді екен. Қазақтардың шайды қалай ішетін туралы 19 ғасырдың орта шенінде жапондық зерттеуші Китар қазақтар шай ішкенде уақытта орында талғамайды, кез келген тамақтан бұрын да кейін де іше береді деген екен. Алайда дәрігерлердің кеңесі бойынша оны солды шай іше беру денсаулыққа зиян. Ыстық шай мұрыннан қан кетуге себепкер. Британдық отоларинголог әрі пластикалық хирург Генри Шарп ыстық шайды ішу жұтқыншаққа кері әсерін тигізетінін айтады. Ал кештен шыққан ыстық бу мұрыннан қан кетуге себепкер болуы әбден мүмкін. Тіпті ыстық шайдан өңеш обырын тудыруы мүмкін деген кей деректер кездеседі. Ыстық суның қолайлы температурасы 50-60 градус. Қайнаған суды 5-7 минутқа қоя тұрып ішкеніңіз дұрыс болады. Сонымен қою шай тіс пен сүйекке зиян. The New England Journal of Medicine бірнеше емделушінің шайға қатысты оқиғаларын жариялапты. Онда 47 жастағы әйел күніне 100 қалта шай қолданып, тым қою ішкенді ұнатады екен. Ол 17 жыл бойында осылай күрең ыстық сусынды пайдаланып, ақыры барлық тістерінен айырылып қалған. Сондай-ақ сүйектері де тым әлсізденіп, сынғыш болып кеткен. Осылайша флюороза симптомына шалдыққан. Ол сүйекте қою шайды көп ішкеннен фтордың көбеюіне алып келді. Диетологтар шайды күніне 4-5 шынаяқтан аспайтын мөлшерде ғана ішуге кеңес береді. Сонымен шайдың құрамында ауыр металдар бар. Canadian Journal of Toxicology журналы мынандай қызық зерттеудің көпшіліктің назарына ұсынды. Онда әлемнің түкпір-түкпірінен шай қалташаларын жинап зерттеген. Белгілі болғандай шайдың құрамында қорғасын, алюминий, мырыш, кадмийдің аз мөлшері кездескен. Бұл металдар шайдың құрамына топырақ арқылы түскен болуы мүмкін. Кейде шай алқаптары зауыт фабрикалардың электростанциялардың жанында болғандықтан олардың құрамында өзгеріске ұшыраған. Сондай-ақ шайдың қайнаған суда қанша уақыт тұрғаны да тікелей байланысты. Ғалымдардың айтуынша шай қалтасын суда 3 минуттан артық ұстамау керек. Сондай-ақ зерттеушілер ақ шайды қолданған дұрыс деп есептейді. Оның жапырақтары жас кезінде жылатындықтан құрамына ауыр заттар сіңіп үлгермейді. Шөптік шай кей гүлді өсімдіктер бөлетін алкалоид токсиндерді бойына жинайды. Бұл токсиндердің жалпы организмге, оның ішінде бауырға аса зиянды. 2015 жылы Food Chemistry американдық журналы 44 бала мен аяғы ауыр келіншектерге арналған шөптік шайдың құрамын зерттеп шықты. Олардың 86%-ында алкалоидтар кездескен. Негізінде токсиндердің ересек адамдарға айтарлықтай зияны жоқ. Десек те, кішкентай нәрестелерге, бала емізетін әйелдерге әсері болуы мүмкін. Тамақтан соң шай ішу темірді азайтуы мүмкін. Калифорния университетінің жүргізген зерттеуі тамақтың артынан ішкен шай темірдің организмге сіңуіне кері әсер ететіндігін дәлелдеді. Бұл темірдің азайып шашыңыздың түсіп, теріңіздің құрғауына, темірдің анемиясына соқтырады. Сондықтан
Дәрігерлер тамақтан соң шайды ең кем дегенде 20 минуттан соң ішкен дұрыс деп санайды. Сондай-ақ шай ұйқыны қашырады. Бұған кінәлі кофеин мен хош иістендіргіш заттар. Сусындардың сергітетін әсері бар. Қан айналымын жиілетіп, бүйрек үсті бездері адреналин бөліп, орталық жүйке жүйесі мен орталық ми қоса түседі. Таңертеңгілік немесе күндізгі уақытта шай ішу өте керек-ақ, тек кешкі уақытта емес. Ұйықтар алдында қатты шай ішкіңіз келсе, шөп қосылмаған сусын мен көк шай ішкеніңіз жөн. Ендеше шай ішудің бірнеше әдістерін қарастырып көрейік. Аш қарынға шай ішу. Аш қарынға қою шай ішсеңіз, оның салқын табиғаты көк бауыр мен асқазанды суытып жіберу мүмкін. Тым ыстық шай. Тым ыстық шай тамағымызды өңеш пен асқазанды қоздырады. Ыстық шайды көптеп ішу бұл органдардың ауруына да алып келуі мүмкін. Шайдың температурасы 56 градустан жоғары болмауы керек. Салқын шай. Жылы және ыстық шай бізді сергітіп, оятатын әсері берсе, салқын шай салқынның сақталуы мен қақырықтың жиналуына алып келеді. Тым қою шай. Тым қою шайдың құрамындағы кофеин мен танин бас ауруы мен ұйқысыздыққа апаруы мүмкін. Шайды ұзақ шығару. Шайды тым ұзақ шығарсаңыз, шай полифенолдар мен эфир майлары өздігінен қышқылданып, шайдың дәмін, иісін бұзады. Сонымен қатар тұрып, қалған шайға бактериялар жиналады. Тамақтану алдындағы шай. Тамақтану алдында шай ішу сілекейдің сұйылтуына апарады. Яғни тағам дәмі сезілмей, ас қорыту органдары протеинді уақытша игере алмай қалуы мүмкін. Тамақтанудан кейінгі шай. Тамақтанудан кейін бірден шай ішу ас қорытуды бәсеңдетіп, ас қорыту органдарының жұмысын бұзады. Шай ішкіңіз келсе, жарты сағаттай күте тұрғаныңыз жөн. Сонымен дәрілерді шаймен ішу. Шайдың құрамындағы илік заттар дәрінің дұрыс игермеуіне апаратын танин бөледі. Сондықтан қытайлықтар шай дәрілерді бұзады деп анықтаған. Иә, білемін, сіздерді ой туындауы мүмкін. Бұрынғы ата-бабаларымыз шай ішіп келді ғой деп. Алайда қазір бұрынғымен салыстырмағаныңыз жөн. Бұрынғы шайлардың құрамы қалай? Қазірше. Достар, видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, жақындарыңыз бен достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздерге тек пайдалы ақпараттар беретін боламын. Ауырып емізгенше, ауырмайтын жол іздейік. Келесі видеоларда көріскенше. Ауырмаңыздар.